Аяла, қалайсың? Жақсы. Аяла, мына бейнені түсірген сен ғой, а? Иә. Енді сол жағдайды өз көзіңмен көргенде сен маған сұхбат бере аласың ба? Не үшін саған сұхбат беруім керек? Енді білесің ғой, мен атақты блогермін. Оның үстіне андай бейне арқылы тек ана балдар танымал бола бере ме? Ал түсірген адам қалып кете бере ме? Бұнымен не деген келді? Сенің еңбегіңді бағалау керек деп жатқаным ғой. Иә, сөзінің жаны бар. Мен олар түсірмегенде олар танымал болмас еді. Міне өзіңе келе бастадың. Маған сұхбат бересің ғой, а? Жарайды, ойланып көрейін. Сен ойланба. Қазір мен анау балдардан сұхбат алам, сосын сенен алам. Жарай ма? Әлбетте кел. Сені күтемін. Расымен? Неге өзім артта қала берем? Ал сұхбатымызды бастайық. Балалар, бірінші сұрақ. Сіздерді не итермеледі үлкен жастағы апаны мазақ етуге? Біз мазақ еткен жоқпыз. Жарайды. Әзіл дейік. Бұл әзіл де, мазақ та емес. Негізі шындық басқа. Оны сіздер түсінбейсіздер ау. Түсінбейтін несі бар? Неге сіздер кітапханашы апаны қорладыңыздар? Ол апа емес. Сонда кім? Ол құбыжық. Я, ол құбыжық екен, қайдан білдіңдер? Әңгіме былай, біз тастанды кітапханаға бір себептермен кірген болатынбыз. Ол жерде ешкім жоқ деп ойладық. Бір уақытта алып құбыжық келді. Бірақ ол ғаламшарлыққа ұқсады. Я, сонда біз не істерімізді білмей үлкендерге ескерттік. Олар бізді алдап жатыр деп ойлап сенбеді. Сосын біз өзіміздің мектебімізді, жерімізді, жақындарымызды қорғау үшін апаны ұстап дәлелдемек болдық. Сонда сендерді біреу мәжбүрледі ме? Мені мәжбүрледі. Ешкімді мәжбүрлеген жоқ. Нұрмұхамед кім мәжбүрледі дейсің? Ешкім. Қорқақ тыныш отыр. Болды, жетер, мазақ болып біттік. Бұның бәріне Айару сен кінәлісің. Бізді бәрі ақмақ деп ойлайды, оның үстіне мені қорқақ деп мазақтағаның да жетеді. Сонда Айару сендерді алдап соқты ма? Ешкімді алдамады, бірақ апаның адам емес екені рас. Сендер бізге сенбейсіңдер, сенбесеңдер өздерің бар көрсеңдер, неге біз ақмақ болуымыз керек? Болды, жетер. Нұрмұхамед, тоқтай тұр, мен де барым. Білем, сендер бізді ақымақ қиял көріп отырсыңдар. Бірақ ол бар шындық. Біз адамзатты құтқарғымыз келеді. Үлкендер сенбеген соң, біз кішкентайлар өзіміз қауіптің алдын алуға іс-әрекет жасаудамыз. Өтініш, бізді мазақ қылмаңдар. Айару, жүр кеттік. Ақымақтар. Біздің келесі қонағымыз балалардың танымал өтуіне себепкер болған Аяла. Аяла, кел отыр. Сол бейнені түсіріп, желіге таратқан қыз. Аяла, сен не үшін ондай әрекетке бардың? Қандай әрекетке? Яғни сыныптастарының ақымақтығын көріп, оны бейнеге түсіріп халыққа мазақ етуге не түрткі болды? Енді өздері апаны қорлап жатқан соң, жай қарап тұра алмадым. Бейнеге жүктеген соң, олар қояды деп ойладым. Түсінікті. Олардың айтуы бойынша апа адам емес құбыжық дейді. Сен соған сенесің бе? Құбыжық? Бірінші рет естуім. Я, олар солай айтты. Аяла, сен олардың тастанды кітапханаға кіргенін білетін бе едің? Я, білетін едім. Онда сен бәрін біледі екенсің ғой. Расында да апа құбыжық па? Қандай құбыжық? Мен ол апаны көрдім, ол кәдімгі адам. Ал менің сыныптастарым есінен аусайын деген. Олар өтірік айтады. Енді сыныптастарым деп жатырсың ғой. Оларды халыққа жаман етіп көрсетпей тұрып, неге өзің барып мән-жайды біліп алмадың? Неге шынымен жаның ашса оларға дұрыс жол көрсетпедің? Түсінбедім. Яғни сен апаны қалай қорлап жатқанын көріп, неге барып тоқтатпай, бейнеге түсіріп халыққа жайдың? Шынымен де жақсы болсаң,
Сол жерде апаға көмектеспедің бе? Сыныптастарың не дегенмен жақын ғой. Неге барып өз ақылыңды айтпадың? Неге оларды халыққа мазақ етіп көрсеттің? Міне достар, біреудің мінін шұқылағанша өз мінімізді түзулейік. Тренд емес, бренд емес, желіні қумай, адамгершілікті үйренейік. Жарайсың Аяла, рахмет. Керемет сұхбат болды. Бүгін менің рейтингімді көтеріп жібердіңдер ғой. Осындай жағдайлар жиі болып тұрса ғой. Ей, не істеп жатсың? Қайтар телефонды. Қайтармасам ше? Қайтармасаң, көресің. Енді сен көресің. Айтқанымды істемесең, мына телефоннан айырыласың. Не? Осы телефоның ба? Бізді танымал қылған. Енді сол үшін сен жауап бересің. Бұдан кейін мен айтқанымды істеп жүресің. Сабақтарым орындаулы тұрсын. Түсіндің бе? Түсіндің бе деймін? Я. Ол кітапханада не бар екен, а? Неге бәрі сонда барғыш болып кетті? Мүмкін Дидардың айтқаны дұрыс болар. Өзім барып көрсем бе екен? Жоқ, ол қауіпті. Не істесем екен, а? Алтынай? Қайда асықты екен? Сол кітапханаға аяқ баспай қояқшы. Бәрі бізді ақымақ көрді. Қорқақ едім, енді ақымақсың. Осының бәріне сен кінәлісің ғой. Неге мені кінәлайсың? Жігітсің ғой, өз мәселеңді өзің шешіп ал. Осының бәрін бастаған сен ғой. Жігіт болсан не бопты? Бәріміз ақымақ қып біттің. Сенің бір әңгімен бар сияқты ғой. Бар. Достар, қойыңдар. Екеуің де оңып тұрған жоқсыңдар. Одан да мәселені шешуді ойланайық. Соны өзіміз де білмей тұрмыз ғой. Мұны ақылды білетін шығар. Я білемін. Сол апаның кім екенін дәлелдесек, бүкілі бізге сенетін болады. Қазір кітапханаға барып көрсеңдер екеуің. Я барамыз. Онда қазір бәріміз жиналып жоспар құрайық. Бұл жолы іске асатыны анық. Мына қорқақ бармай-ақ қойсын. Өзім білем. Сәлем, Аяла. Сәлем. Сендер не істеп жүрсіңдер? Бағана Алтынай құрбыларыңды көріп қалып едім. Сендерге асықты ма деп ойладым. Алтынай ма? Ол үйден қалай шыққан сонда? Не оны үйде қамап қойып еді? Сен жүктеген бейнеден кейін әжесі мектептен соң ешқайда жібермей қойып еді. Осы шындарыңды айтыңдаршы. Алтынай неге сол кітапханаға барғыш болып кетті? Апасының білезігін жоғалтқан. Ей, үндеме. Білезік? Ештеңе? Көне қазақша білезік бе? Я, біз сонда жерге шығамыз деп кітапханаға барған болатынбыз. Ал Алтынай әжесінің рұқсатынсыз білезігін алған болатын. Енді соны іздеп жүр. Бәсе. Ал қалған балдар не үшін жүр онда? Апаны елестеп оны қуу үшін барып жүр. Шынымен еліс болғаны ма? Білмейміз. Біз кетуіміз керек. Жүрейік көркем. Достар, біздің сұхбатымыз нағыз ақымақ екенімізді көрсетті. Я. Енді сол мәселені шешуіміз қажет. Я. Қалай шешесіңдір? Апаны тағы да ұстаймыз ба? Сосын бізді ауруханаға жатқызсын, е? Ой, қойшей. Не болса да біз дәлелдеуіміз қажет. Түсінесіңдер ме? Қазір бізді бәрі ақымақ көреді. Бірақ шындықты білген соң өздері өкінеді. Я, сенімен келісемін. Бастаған ісімізді соңына дейін жеткізуіміз керек. Ал қорқақтар жарты жолда қалсын. Өзім білем.
егер бүгін білезікті таппасам, әжеме бәрін айтуға тура келеді. Уайымдама, білезікті де аламыз. Апаның кім екенін де білетін боламыз. Достар, достығымыз тым ыстық, мақсатымыз Бүгін шындықтың түбіне жететін кез келді. қорықпайтын нағыз батырлар екенімізді көрсетейік. Апамен жақсылап сөйлесейік, оған не керектігін білейік. Ал маған білезік керек. Білезіктен бұрын мектебіміздің қауіпсіздігі қажет. Не бәрін соғысқа бара жатсыңдар ма? Қызық екенсіңдер. Себебі мен супер бала, супер жеті. Мықтылардан мықтымын, супер жеті. Темірден де қаттымын, супер жеті. Супер жеті, мықтылардан мықтымын, супер жеті. Темірден де қаттымын, супер жеті. Сенен маған осы қала, супер жеті. Себебі мен супер бала, супер жеті. Мықтылардан мықтымын, супер жеті. Темірден де қаттымын, супер жеті. Сенен маған осы қала, супер жеті. Себебі мен супер бала.